Тоқтаймыз ақырындап, салмақты көшіреміз оң аяғымызға. Прокатты қаладан алған арзанырақ болады бізге қарағанда. Вот говорят, что вы были личным инструктором Нурсултана Назарбаева. В данный момент единственный в Казахстане. Да, солай. Это лучшая горнолыжная школа. Желаю хорошего настроения. Ух, солай, что, көріңіздер. Сіздер көрген кадрлар бұл Швейцарияның суреттері. Бірақ Швейцарияға бармаяқ, Шенген визасын алмаяқ, ақша құртпаяқ, осы сұлулықтың барлығын Алматыдан көруге болады. Ол үшін Шымбұлақ тау шаңғы кешеніне келсеңіз жеткілікті. Шымбұлаққа жету үшін ең алдымен Медеу мұз айдынына келу керек. Әрі қарай Шымбұлақ базасына барудың екі жолы бар. Екі жолдың біріншісі аспалы жол, яғни канаткамен бару, ал екіншісі электромашинамен көтерілу. Біз екінші жолды таңдаймыз, олай болса кеттік. Автотұрақта бірнеше электрокар тұр. Біз қазір бағасын сұрамақшымыз. Аға, саламатсыз ба? Саламатсыз. Шымбұлаққа көтерілу қанша? 4000 теңге болады салоны. Салон, не? Адам басына? Адам басы 1000 теңге. Адам басына 1000 теңге. Біз осы көлік таңдаймыз. Аға, кеттік па? Кеттік. Жүріңіздер. Жеке көліктеріңіз ба, жоқ әлде? Жоқ, Компанияның. компаниялар бар, 2-3 компания, 3-4 компания бар. Адам қарасы көп па? Жаз маусымға қарай бір байланыс бар ма? Қыста аз болады, жазда көп болады деген секілді. Жазда көбірек болады адам негізі. Аспалы жолды көп таңдай ма, жоқ әлде осы жеке көлік таңдай ма? Асфальт көп таңдайды. Мында енді жаңағы асығып тұрғандар, тоңып тұрған адамдар, сосын жаңағы көп балалы шағалылар. Аспалы жолға қарағанда арзанырақ, комфорт, одан кейін тезірек па, уақыт жағынан қалай болады? Жаңа тезірек барады машинамен. Желтоқсанның осындай жайма шуақ күнінде біз міне Шымбұлаққа келіп қалдық. Атмосфера өте керемет, қысты сағынып келген сырғанаушылардың көңіл күйін байқауға болады. Күн жылы, ауа тап-таза, қар жаңа. Бұл шығарылымда біз Шымбұлаққа қатысты барлық ақпаратты қамтуға тырысамыз. Сіздер білетін, білмейтін жаңа деректерді айтамыз, бағаларды салыстырамыз, сервиске тоқталамыз. Тек Шымбұлақ қана емес, Алматыдағы басқа да тау шаңғы курорттары туралы шолу жасаймыз. Ақбұлақ туралы айтамыз, Ой-Қарағай туралы да қамтимыз. Ендеше осы шығарылымның соңына дейін бізбен бірге болыңыздар, қызық болады. Енді кішігірім география сабағы. Шымбұлақ Іле Алатауының баурайында орналасқан, биіктігі теңіз деңгейінен 2260 шақырымда орналасқан. Бұл үлкен қалаға тиіп тұрған саусақпен санарлық тау шаңғы курорттарының бірі. Алматыдан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан. Тағы бір мақтанып айтатын, астын сызып айтатын бір дерек бар. Шымбұлақ ең биік тау шаңғы трассасы ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген былтыр. Мақтанатын факт емес пе, иә достар? Енді логика бойынша сырғанауға келген адам экипировкамен инвентарь алады. Мен мысалы бүгін өзімнің экипировкамен келдім, маған инвентарь ғана керек. Ол инвентарь деп отырғаным жаңағы шаңғы, аяқ киімі, шлем, көзілдірік деген сияқты. Ол үшін мен арнайы бір орталық бар. Осы жерден бағаларын сұрап, қалай алу керек, соның барлығын білейік. Жүріңіздер. Біз қазір Шымбұлақтың ақпараттық орталығында тұрмыз. Бұл жерде оң жағында касса бар, яғни комба жолдардың, аспалы жолдардың бағасын төлеуге болады. Ал сол жағымызда, егер сізге мысалы инструктор керек болса, осы жерге келіп, сағатына жалдап алуға болады. Қазір біздің қасымызда Шымбұлақтың сату менеджері Хани жалғастыр. Хани мырза, қайырлы күн. Бізге бағалар жөнінде айтып өтсеңіз, биыл бағалар қандай, былтырға қарағанда өзгерді ме? Осы жайында толығырақ айтып өтсеңіз. Бағалар өзгерді, жыл сайын бізде градация жүреді. Бағалар примерно 5-10%-ға көтеріледі. Өйткені оған сәйкес біздің сервисті жоғарылай бастайды. Жалпы бізде тарифтардың 3 түрі бар.
балалар тарифі болады. 6 жас пен 10 жастың аралығында 5 жасқа дейін балаларға тегін болады. Егер сырғанайтын болса, тек қана скипас картасын ғана жүктеу үшін сатып алады. 2000 теңге тұрады. Бірақ ол карта өзінің қонақта қала береді. 11 жас пен 23 жас арасы жасөспірімдер тарифі, бірақ ол тариф бізде тек жұмыс күндері ғана болады. Праздник кезде болмайды өкінішке орай. Өйткені бізде адам саны көп болады. Өйткені ол льготаға жататын тарифтің бірі. Және 23 жастан бастап бізде ересектер тарифі болады. Бағалар саны 2000-нан басталады. Ол скипастың бағасы ғой, айтып отқаныңыз? Өзі жалпы картаның өзі 2000 теңге тұрады. Пластик түрде әр келген сайын соның ішіне сіз абонемент жүктеп отырасыз. Абонемент ол бөлек болады. Абонементтер 2000 теңгеден басталатын болады. Ол бірінші комба ма? Жоқ, бізде былай, жалпы бізде қонақтың екі түрі болады. Біреу сырғанайтын кісілер болады, ол кісілер скипас картамен абонемент міндетті түрде алады. Оған медеу Шымбұлақтан бір көтеріп бір түсу керек, өйткені логистика бойынша біз ол кісілерді Шымбұлаққа көтеруіміз керек, сосын түсіреміз. Ал Шымбұлақтан жоғары бізде трассалар бар. Оларға безлимит жүреді. Ол мысалы өзіңізге байланысты. Бізде таңғы тариф болады. Таңғы 9-дан сырғанау 12:30-ға дейін болады. 1:30-ға дейін болады. 2:30-ға дейін сіз уже түсіп қойыңыз керек медеу Шымбұлақтан. Түстен кейінгі тариф болады. Ол 12:30-нан 5-ке дейін сырғанау болады, 6-ға дейін төменге түсу керек болады. Болмаса толық күнге аласыз 9-дан 5-ке дейін. Ол тариф ыңғайлы, азанда келіп сырғанап, арасында мысалы түскі асқа барып, тағы да сырғанасаңыз болады. 5-ке дейін сырғанай аласыз, 6-ға дейін Шымбұлақтан төменге түсіп қойыңыз керек. Соған байланысты тарифтар бағасы ауысып отыратын болады. Сейсенбі, бейсенбі, сенбі күндері бізде түнгі сырғанауларда қосылды. Шымбұлақта ақша үнемдеп, арзанырақ сырғанаудың бір лайфхактарын айтып жібересіз ба? Прокатты қаладан алған арзанырақ болады бізге қарағанда. Жалпы жұмыс күні келген ыңғайлырақ. Жұмыс күні таңғы абонементтер, түстен кейінгі абонементтер арзанырақ болады. Сонымен қатар курортта бізде жеңілдіктер болады. Жұмыс күндері ғана. Зейнетке шыққан болса азаматтар, азаматшалар әйелдерге 61 жастан, ер азаматтар 63 жастан өздерінің документтерімен келеді. Болмаса оңай картасы немесе жеке куәлігімен келсе де жұмыс күндері кассадан льгота беріледі. Сонымен қатар егер инвалидность бар кісілер болса, ол кісілерге де тоже оригинал документі болса, сол жерде льгота беріледі. Сырғанауға да береміз. Сіздер қауіпсіздік мәселесін қалай қадағалайсыздар? Бір стандарттар бар ма? Олар қалай тексеріледі? Бізде трассаларда өте көп спасательдер болады, құтқарушылар. Ол кісілерде тоже көп шектеулерді көп айтып отырады. Проблема қонақ жақтарынан жоқ, көбінесе ол жастармен көбірек проблема. Өйткені біз ол кісілерге айтамыз, инструктормен бірге сырғанағандар өздеріне абзалырақ болады. Шымбұлақта сырғанау бағасын айтайық. Біз түсірілімге келген кезде баға арзанырақ еді. Бірақ қазір өзгеріп кетіпті. Себебі жаңа жылдық мейрамда маусымның қызатын кезі. Адам көп. Ажиотажды реттеу үшін әкімшілік бағаны көтеруде. Сол себепті сырғанауды жоспарлап жүрсеңіз, бағаны Шымбұлақ сайтынан алдын ала көріп алуға кеңес береміз. Бұл жаққа әлемнің кез келген нүктесінен туристер ағылып келеді. Біз дәл қазір Үндістаннан келген туристерді кездестіріп қалдық. Hello, welcome to Almaty. Thank you so much. Could you tell about your emotion experience in Almaty? Oh, it is wonderful because it's like a white Christmas. It's beautiful, all the snow around. We are just thrilled. Yes, this is a thrilling experience, and this is the first time. I think now it is minus 11 degree temperature, right? So Yes. This is my first time experience in this much cold season. Біз қазір шаңғының асай мүсейлерін, құрал жабдықтарын, киімін жалға беретін орталықта тұрмыз. Мен сіздер назарларыңызды мына бір фишкаға аударғым келіп тұр. Шаңғының құрал жабдықтарын міне осылай цифрлы форматта да алуға болады екен. Міне цифровизация шаңғы спортына да жеткен екен. Ал енді бағаларын біз қазір осы жердегі қызметкерлерден сұраймыз. Әсел, бізге бағалар туралы айтып беріңізші. Жаңағы киімін алу қанша болады, құрал сайманын алу қанша болады? Бізде 3 вариантта лыжи және сноуборд бар, және ол 5 жұлдыз, 4 жұлдыз және 3 жұлдыз болып бөлінеді. Яғни қолдануға байланысты. Бағасы 10.000, 8.000 және 6.000 теңге болады. Ал киім 6.000 теңге, полный комплект толық есептесек 18.500 теңгеден басталады. Ол жұлдыздар неге байланысты? Сапасына байланысты. Жаңарағына бар. Жаңарағының жұлдызы көбірек болады. Бір жылдан аз, бір жыл және 2 жыл қолданылған деп бөлінеді олар. Сіз айттыңыз 18.000 теңге бұл толық экипировка ма? Лыжи, ботинки-палки, шлем, очки, куртка, штаны және перчатки. Ал тек қана мысалы бүгін мен өз киіммен келіп тұрмын, тек қана шаңғымен жаңағы таяғын шлемді алсам қанша болады екен? 8.000 теңге.
Міне бағалар шамамен осындай, ал жаңа сұхбаттың басында бізге егер қаладан алатын болсаңыздар арзанырақ болады деп айтқан еді. Қаладағы бағаларды біз төменге қалдырамыз. Шымбұлаққа арнайы сырғанау үшін еліміздің түкпір-түкпірінен туристер келеді. Тепсе темір үзетін қазақтың жігіттері біздің мақтаныштарымыз. Қазір сұрақ кім қайдан келді екен? Жігіттер қайдан келдіңіздер? Бір-бірлеп Мен айтыңыз. осы Алматы қаласының тұрғылықты. Астана қаласы. Ақтау қаласынан. Алматы қаласы. Мен де Ақтау қаласынан. Ақтау. Осы ақтаулық қонақтардан сұрайықшы. Ең алыстан келген кісілер ғой енді. Көңіл күйлері қалай екен? Қалайсыздар? Көңіл күйіңіз қалай? Ұнап жатыр ма? Көңіл күйіміз өте керемет. Мына жаққа Шымбұлаққа келген кезде жақсы демалып қаласыз да өзі. Өте тамаша. Рахмет сіздерге. Ауа райы да керемет болып тұр екен. Жалпы арнайы келдіңіз ба? Жоқ, жұмыспен келіп содан кейін қыдыруға келдіңіз Жоқ, ба? арнайы осы демалу үшін келдік. Осындай демалатын орындарымыз көп болса екен деп тілейміз. Не деймін? Көңіл күй өте керемет, тамаша бәрі де. Иә. Достар, міне Шымбұлаққа сырғанау үшін сонау Ақтаудан самолет терлеп келе жатқан туристеріміз бар. Ендеше біз Алматыда тұрып, кейбіреуіміз Шымбұлаққа келуге уақыт таба бере бермейміз. Сол себепті ойланатын сұрақ, иә? Расскажите, пожалуйста, как давно вы катаетесь? На самом деле, это мой второй сезон. Я еще в процессе, новичок, поэтому я всегда беру самое такое оборудование по-простому. Катаюсь, наслаждаюсь, падаю, но эмоций получаю неимоверное количество. А почему вы предпочитаете Шымбұлақ? Да, что вам здесь нравится? Или бывали вы? Самый главный плюс Шымбулака – это доступность и локация. Грубо говоря, если я завтра куда-то улечу, или, например, я прилетаю, я не отсюда, с Алматы, грубо говоря, с Павлодара, 20 минут и я здесь. То есть самое главное – это локация. То есть не надо никуда 2 часа ехать, полчасика – и ты здесь. Или же на машине, вот мы с другом приехали, мы так 5 минут и мы здесь. Спасибо большое вам. Супер. С Новым годом. Желаю хорошего настроения. Наши горы имеют огромный потенциал, но горнолыжные курорты, наверное, недостаточно раскрывают этот потенциал, потому что канатные дороги ведут, скажем, только на одну горку, небольшое количество трасс. Трассы не всегда хорошо обслуживаются. Бывает так, что много снега и бывает лавиноопасно. Бывает мало снега и портится инвентарь. Поэтому в сравнении с европейскими курортами, где с одной канатки огромное количество вариантов спуска, наши горы, наши горнолыжные курорты, скажем, Чимбулак, это просто такие детские горки для поддержания формы. Но вот на Акбулаке есть вариативность в плане кататься где-то по лесу, кататься где-то фрирайд рядом с канатками. Это привлекает тех, кто уже более опытный. Шарының ең маңызды кейіпкері, Шымбұлақ тау шаңғы спортының тренері, Қазақстанның спорт шебері Мәди Алдабергенов біздің қасымызда тұр. Мәди, қайырлы күн. Ja, қайырлы күн. Жалпы Шымбұлақтың ең бірінші туристерге ұсынатын, қонақтарға ұсынатын қандай қызметтері бар? Ja, Шымбұлақта шаңғыдан бөлек жаңағы сіз спаға бара аласыздар, бассейн бар. Одан кейін атпен серуендесе болады. Және де жай ғана келіп, таза ауамен демалып. Осы қауіпсіздік жағы қалай сіздерде? Бір халықаралық бір стандарттар бар ма? Кім оны қадағалайды? Ja, халықаралық стандарттар бар, әрине. 10 ереже бар сақтайтын, бірақ көбінесе келушілердің көбінесе оған мән бермейді. Бірінші рет келіп, таудың ең басына шығады, жаңағы сосын барып келген қонақтарды да жарақаттайды. Бірақ оны қадағалайтында бізде полиция қызметкерлері бар. Трассаларға тоқталып өтіңізші. Мысалы, мен білуімше, мына жердегі трасса бұл жаңадан бастағандарға, новичок дейміз. Ана жақтың детский трасса бар деген сияқты, сол трассаларға бір шолу жасап өтсеңіз. Қиындығына қарай трассалар бөлінеді өз түстермен. Ең бастапқы трасса жасыл түсті болады, одан кейінгісі көк түсті болады. Ең қиындардың бірі қызыл және қара түсті болып бөлінеді. Сондықтан бізде барлық трассаның түрі бар Шымбұлақта. Мен естуімше, басқа осы таушаңғы спорт кешендеріне қарағанда Шымбұлақтың трассалары тік және кішкене қауіптірек. Осы рас па? Ja, рас. Негізінен Шымбұлақ ең басында жаңағы спортсмендерге арналған трасса болатын.
Совет өкіметі кезінде спортсмендер келіп жаттығатын осы жақта. Содан кейін оны Көпшілікке арнап өзгертті. көпшілікке арнап өзгерте бастады. Склондарды жаңағы кішкене өзгертіп трассаларды. Бірақ соның өзінде де Шымбұлақ трассалардың уклондары өте қатты болып саналады. Келушілердің жауапкершілігін қалай арттыруға болады? Иә, ол өте оңай істесе болады оны. Әрбір скипасты жаңағы пластиковый картаны сатқан кезде оны жаңағы жеке куәлікке тіркеу керек деп ойлаймын. Иінмен. Сол кезде жаңағы адамды жазаға тартыру жеңілдірек болады. Мысалы, қазір біреу қағып кетсе, сіз оны таба алмай қалуыңыз да Әрине, мүмкін. киім жүрек, нешлемен жүреді деген сияқты. Сондықтан ең оңай сол деп мен ойлаймын. Балаларға арналған қандай ойын сауық программалары бар, одан кейін балаларды жалпы неше жастан бастап осы шаңғы тебуге баулуға болады? Баланы негізі 3 жастан да әкелсе болады, 4 жастан да әкелсе болады. Ол балаға байланысты. Бірақ негізінен 5 жас ең жақсы жас деп ойлаймын. Kids Lab деген орталығымыз бар. Кішкентай балаларға арналған. Оның ішінде жаңағы қарайтын адамдар да болады, ойнайтын бөлмелері бар. Одан да бөлек, ойнаудан бөлек жаңағы суретте салса болады. Жалпы шаңғы спорты адамның қандай қасиеттерін дамытуға көмектеседі, жалпы денсаулығына, өзін сезінуіне, көңіл күйіне қалай әсер етеді? Таза ауамен демалған соң денсаулыққа өте пайдалы спорт деп ойлаймын. Аппетит ашылады балада, көбінесе тез өседі, тез дамиды. Шымбұлақта қонып сырғанағысы келетін қонақтарға арналған қонақ үй және жалға берілетін жекеменшік коттедждер бар. Шымбұлақ қонақ үйінің ғимараты ағашпен қапталған. Ішкі атмосферасы, әсіресе ағаштың иісі тауда жүргеніңді бірден сездіреді. Терезеден тамаша пейзаж көрінеді. Қонақ үйде ресторан, спа, бассейн, монша және шаңғы заттарын кептіретін жерлер бар. Бір тәулік түнеп шығу құны 45 мың теңгеден басталады. Ал отбасылық нөмірлер 90 мың теңгенің үстінде. Жаңа жылдық бағалар 170 мың теңгеден жоғары. What do you think about our Шымбұлақ ski resort? Very beautiful, very beautiful. I like it very much. Such a beautiful landscape. Have you been to other ski resorts in the world? Yes, I've been in the United States to many. Yes. Could you compare with Шымбұлақ? You have dry snow. That's very important. In the northeast of the United States, you have wet snow, so it's kind of more icy. What do you think about infrastructure, service, and après-ski the programs? I think it's very nice. You have very lovely restaurants, really good food, and so altogether, it's a really good place. In your opinion, what is the main advantages of Шымбұлақ ski resort? Okay, now in the United States, if you go to Aspen or Vail, some of the biggest resorts, it's $200 US a day just for lift ticket, just for the ticket to go up the mountain. Here, the cost is excellent. To where here, it's like $10. So it's a much better value to come to Kazakhstan and Almaty. Very beautiful place. Шымбұлақта тамақтанудың ең минимальный бағасы 3190 теңге. Бұған бір круассан және бір кофе кіреді. Әр қонақ өзінің қалтасы мен қалауына қарай бұдан жоғары баға тамақтана алады. Шымбұлаққа келген адамның әр қайсы өз жанына керегін табады. Біреулер шаңғымен, сноубордпен сырғанап, адреналин алып рахаттанса, ал енді біреулер әсем табиғаттың құшағында отырып, суретке түсіп, кофе ішіп, өмірден өзінше ләззат алуға тырысады. Алға қарай шабам үмітім не керек еспейін оны көптен. Ойғарағай қалаға жақындығы жөнінен екінші орында тұрған курорт деуге болады. Қаладан 1 сағаттың ішінде жете аласыздар. Бұл жаққа келудің екі жолы бар. Біріншісі автобуспен, яғни 210 автобус қатынайды. Екіншісі жеке көлікпен немесе таксимен. Сонымен бүгінгі шығарылымда біз Ойғарағайдың инфраструктурасы, трассалары, сервисі, бағалар жөнінде айтамыз. Одан кейін сырғанаймыз және мен өзімнің әсерімен бөлісемін. Шығарылымды соңына дейін көріңіздер. Ендеше кеттік.
шаңғы тебудің алдында бізге не керек? Шаңғы немесе сноуборд және оның аса мүшелері. Оны қаладан алып келуге болады. Егер үлгермесеңіз, онда Ой-Қарағайдың базасында өзінің жалға беретін орталығы бар. Біз соған кеттік, бағаларын көрейік. Ендеше бізбен бірге болыңыздар. Бағаларын сұрап көрейік. Міне қазір біз жалға беру пунктіне тұрмыз. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Женя, вас как? Вадим. Очень приятно, Вадим. Вадим, расскажите про цены, да, сколько стоит прокат сноуборда и лыжи, и плюс экипировки? Смотрите, комплект лыжи-ботинки-палки, либо сноуборд-ботинки стоит 8000 тенге. В комплекте сколько будет стоить, допустим, если с одеждой и без одежды? В комплекте, если полную всю экипировку брать, в районе 23 тысяч выходит. София, вам еще что-нибудь надо будет? У вас какой размер ноги? 37-й это можно забрать. Где-то по весу настраиваем, потому что если вдруг при падении, чтобы лыжня у вас отстегнулась. Мы отдыхаем в Ой-Карагай уже не в первый раз. Чаще всего катаемся на лыжах. Мы рекомендуем брать инструктора, потому что тогда получается очень хорошо. И Равиль лучший инструктор. Так что приезжайте, здесь очень классные склоны, очень хорошо кататься и нету такого риска, что вы травмируетесь. Плюс одежда и снаряга всегда лучше. Все, спасибо большое вам. Пожелайте мне удачи. Хорошее катание, хорошего. Батырлар жырында мұздай болат киінген деген сөздер бар еді. Өзімді солай батыр сияқты сезініп тұрып, шынымды айтсам. Ал мен кеттім. Алматының тауларын бағындыруға маған сәттілік тілеп қойыңыздар. Қанатым жоған саған, арманым бол бір тілегім, ей осы еді. Уақыттың тығыздығына байланысты біз бір шақырымдық трассадан түстік. Көңіл-күй керемет, тау шаңғысы қашанда әдемі эмоция сыйлайды. Өмірдегі барлық уайымды ұмытып кетесің, себебі адреналин көтеріледі ғой. Сондықтан да көріңіздер, сырғанаңыздар, өмірден рахат алыңыздар. Кемелерден өтіп жөнеле, тау шыңына шығып кетем де, табиғатын тегін. Но лыжи это вообще, по-моему, самый прекрасный вид спорта, потому что ты в горах, ты на свежем воздухе, ты активно проводишь время, у тебя есть скорость, ты можешь управлять этой скоростью, ты можешь совершенствоваться до бесконечности в своем умении, и это чувство полета, оно ни с чем не сравнимо. Ой-Қарағайда шаңғышыларға қанша трасса бар, қандай трассалар бар, қиындығы жөнінен олардың деңгейі қандай, сол жайында айтып берсеңіз. 20 трасса бар, ол бізде бөлінеді, учебный болады, үйренетін, қызыл болады, көк болады және қара болады. Оның айырмашылығы не? Егер үйренетін трасса болса, ол жерде тек қана жаңадан келген адамдар үйренеді, ал егер ол адам шаңғы тебу білсе, ары қарай көк трассаға барады, немесе қызыл трассаға барады. А қара трасса ол уже бізде фрирайд деген спорт түрі бар, соларға арналған. Енді қауіпсіздік мәселесін тоқтатсаңыз, шаңғы бұл енді экстремалды спорт екені түсінікті. Көбінесе бізде спасатель, жедел жәрдем службасы, инструкторлар, мысалы, мына жерде тұрған операторлар, олар бірден байқайды, кім теб алады, кім теб алмайды. Сондықтан олар ескерту береді. Ал егер бір қауіпті жағдай болып қалған кезде, бізде спасательдар, жаңа айтқандай 5-10 минут сайын былай жүреді, немесе инструкторлар, немесе бізде общий чат бар, сол арқылы біз оперативно жұмыс істейміз. Бірдеңке болып қалды, біз сразу жазып жібереміз, фотон жібереміз, қай жерде өткен спасательдар сол жерде немесе өздері келеді, немесе сразу снегоходпен келіп, мына біздің медпунктқа алып келеді ол кісі. Бірінші рекомендация, 1 сағат болса да инструктормен жұмыс істеу дұрыс деп ойлаймын. Өйткені ол кісі профессионал, ол кісі білет не істеу керек, ол кісі сізге түсіндіріп береді. А сіз не қалай істеген білген кезде сізге өте жеңіл болады. Енді шаңғыдан басқа белсенділіктің қандай түрлері бар?
Бізде Арқан саябағы бар, троллейный парк бар. Егер троллейный паркты айтсақ, бізде ол Орта Азия бойынша ең үлкен троллейный парк Духтяншаня деп аталады. Сондықтан сол жерде қыста да, жазда да кезде сырғанауға болады. Көрерменге де бір маңызды ақпарат айта кеткіміз келіп тұр. Биылдан бастап Шымбұлақта және Ойқарағайда бірыңғай скипас жүйесі енгізілді. Осы туралы сұрайықшы, не себепті осы бірыңғай скипас? Енді бағалар да бірдей болады Шымбұлақпен, дұрыс қой? Иә, бәрі әрине дұрыс. Бізде қараңыз, единый скипас деп айталап, ол не үшін жасалған? Өйткені бізде Шымбұлақта да, Ойқарағайда қонақтар немесе Шымбұлақ, немесе бізде сырғанайды көбінесе. Сондықтан сол кісілердің комментарий ретінде, отзыв ретінде көп сұраған бізде, осылай Шымбұлақпен объединить етсеңіз қалай болады деген кезде, біз соны ойланып, егер ол өте күшті болса да, біз соны енгізіп, енді Шымбұлақпен Ойқарағай арасында бір сонда единый скипас болады. Бағасы бәрі бірдей. Шымбұлақта да, Ойқарағайда да. Енді балаларға арналған қандай активити бар, және баланы қай жастан бастап шаңғы спортына беруге болады? Жалпы баланы толық жасы ол 5-6 жас. Бізде таза балаларға арналған Угуша деген кішігірім клуб бар. О жерде групповой обучение бар, немесе индивидуальный бар. Ол 3 сағаттық программа. Сіз мысалы балаңызды алып келесіз, Угушаға тапсырасыз, оның ішінде ол балонмен де сырғанайды, шаңғымен де сырғанайды, және де оды өзінің аниматорлары бар, сондықтан ата-анасы да өзі демалады, баласы да демалады деген сияқты. Бізде Ойқарағай курортымыз көбінесе отбасына арналған курорт. Ал егер баланы қай уақыттан таза былай уже кәсіп ретінде жіберсеңіз, онда толық жас ол 5 жас деп ойлаймын. Өйткені уже бала толығымен формируется, уже сана сезім дұрыс жұмыс істейді, сондықтан 5 жастан ең жақсы уақыт болады. Енді Ойқарағайда арзан сырғанаудың қандай бір лайфхактары бар? Арзан сырғанауға біз қазір енді бұйырса бастықтармен бірге бірігіп, маркетологтармен бірге бәріміз бұрынғыдай молодежный четверг деп арналатын сондай бір нәрсе ойластырып жатырмыз. Бірақ та ол өзіңіз түсінесіз, ол бірден шешілмейтін зат емес, оның бәрін санау керек. Қалай дұрыс болады, қалай бұрыс болады дегендіктен бізде сондай жеңілдік бар. Ондан басқа пенсионер кісілерге и 6 жасқа дейін бізде мына осы подъемниктер тегін. Меня зовут Жанна. Я за 14 лет первый раз стала на лыжи. Очень классно. Тут есть на любой вкус. Можно, как говорится, на учебной горке прокатиться. Все условия созданы. Можно, как говорится, покруче покататься, можно средне. Очень классно это. Молодцы. Мне 60 лет. Я пенсионерка, многодетная мама. Супер, все супер. И зимой, и летом, круглый год. Да, даже снег другой, чем в Алмате. Мы в Ойқарағай впервые. Мы приехали с города Астана. Очень надеемся на крутые ощущения, эмоции. Ойқарағайдағы тағы бір қызық экстремал активитидің бірі мунбайк. Мунбайк енді қызық транспорт, басында сноуборд, ал аяғы, білмеймін қалай аттаймын бұны. Гусеница дейді екен. Қазір осы транспорт туралы, осы экстремал спорт түрі туралы бізге инструктор Әмір Сатыбалдиев айтып береді. Әмір, саламатсыз ба? Бұл не транспорт? Это новейшая технология. В данный момент единственный в Казахстане, в Ойқарағай, в нашем курорте. Этот снегоход электрический, то есть не вредит нашей природе. Характеристика нашего мунбайка составляет вес 100, грузоподъемность 100 килограмм, а вес его составляет вместе с батареей 80 килограмм. Вот. Этот мунбайк, эта технология очень известная, можно сказать, французская технология. Вот. И в Казахстане единственный. Жылдамдығы қандай? 42 километр бізде жүреді. Негізі біз шана дейміз ғой қазақта. Сол шананың автоматтандырылған түрі ғой, бұл алып қарағанда
тез жүреді, иә, жылдам және электрмен қуатталады екен. Жалпы халықтың қызығушылығы қалай? Қашаннан бері осы іске қосылды сіздерде? Сол бізде уже 3-й сезонымыз осы жерде Ой-Қарағайда. 3 сезон істеп бастаймыз енді. Гостям нравится. Не себепті ұнайды? Адреналин ше бар? Адреналин, иә. Сұрайды онды, қанша жүреді ол, қалай жүреді. Бұл негізі, иә, ұнайды оларға, біздің халыққа. Енді тест-драйв жасап көрсек, иә? Негізі, иә, болады. Басты қандай транспорт болса да, бірінші торымызды білсек болды, иә? Кез келген жақтай тоқтайтын. Ал енді жүргіз көрейік. Бәке, мен сізді қақ кетпейін. Так, мынаны басам ғой, да? Иә, басасыз, ақырын басасыз, сосын бірде денемен управлять етесіз. Жан татты дейсің, торымызды ұстаған. Жүреміз. Все, түсіндім болды. Газды кішкене басамыз, жүреміз. Дәл солай. Тек сенің күлгенің жаныма бір нәр береді. Күшті әсерім. Адреналин сезінесің, содан кейін еркіндік. Жылдамдықпен жүрген кезде барлық бір ойың, барлығын негативтің бәрін ұмытып кететін сияқтысың. Әсерім, күшті көріңіздер, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Управление қалай сізге? Қиындау бірінші. Қиындау, иә. Себебі денеңмен білмейсің қай қарай ауып кететін. Сол денемен жұмыс істеу керек, денемен. Мен айтайын деген тағы бір тепе-теңдікті сақтауға қатты көмектеседі екен, иә? Тепе-теңдік адам баланс ұстауға ше? Баланс ұстау керек. Солай, күшті көріңіздер. Емдеп күлкіңнен мені жылатып таудан. Бүгін Ой-Қарағайда адам қарасы көп, келушілердің біразы шетелдіктер. Себебі мұнда қонақ үй комплексі де бар. Біз қазір бағаларын сұрайық. Одан бөлек бұл жерде Гиннестің рекордтар кітабына кірген әлемдегі ең үлкен киіз үй де бар. Біз қазір бәрін көрсетеміз, жүріңіздер. Ой-Қарағайда әртүрлі типтегі қонақ үйлер бар. Үйшіктер, отбасыға арналған коттедждер, шале қонақ үй, этно-отель тағы басқасы. Әр қонақ талғамы мен ақшасына қарай өзіне ұнағанын таңдай алады. Бағалар курорттың жүктемесіне қарай өзгеріп отырады. Адам көп маусымда стандарт бөлмелер 70-80 мың теңгеге жалға беріледі. Ең арзан бөлме 60 мың теңгеден басталса, ең қымбаты отбасылық коттедждер. Оның бағасы 500-600 мың теңгенің төңірегінде. Иә, әдемі өмір сүру арзан деп кім айтты? Could you share about your emotion about? It's a beautiful place. It's a beautiful place. Our kids and our family, we've come with our parents, my husband, my children, and it's a beautiful place. We really enjoyed. Now, last 2 days, we have booked this resort to explore the places here. It was a wonderful experience. Thank you. Could you tell about your skiing experience? Yeah, we tried, but it was just, it's a very good experience. One-time experience was good. Did you fall? I did fall many times. So nice to meet you. Thank you for your small interview. Have a nice time in Almaty. Goodbye. Таза ауада, тауда қарның тез ашады. Бізде қазір тамақ ішуге келдік. Әлемдегі ең үлкен киіз үйде тұрмыз. Бұл киіз үй, осы үлкен киіз үй деген атпен Гиннестің рекордтар кітабына енген мақтанышымыз десек те болады. Мұнда негізінен ұлттық тағамдардан дәм татуға болады. Ой-Қарағайдың аумағында 6 мейрамхана болса, Ағауыл соның ішіндегі ең үлкені және ұлттық стильдегісі. Енді мәзірге қысқаша тоқталсақ, бұл тағамдар көбіне ұлттық тәсілмен жасалады және авторлық, орысша айтқанда подачамен беріледі екен. Бұл жердің ерекше бір тағамы бізге жаңа даяшылар айтты, бұл бұқтырылған қой еті. Келсеңіздер, осының дәмін татуға болады. Біз енді бұқтырылған қой етіне уақытым жоқ, сол себепті бауырсақпен шай тапсырыс бердік. Айтуды ұмытып бара жатырмын, енді мейрамхана болғаннан кейін орташа чек 10-15 мың теңге. Келсеңіздер, сондай ақшаңызды дайындап келіңіз.
Бір шайнек шаймен бауырсақтың бағасы 5500 теңге болды. Бұл осы мейрамханадағы ең төменгі баға. Бірақ енді осы кешеннің басқа жерлерінде фастфудты бұдан да арзан бағаға алуға болады. Әркімнің өзінің талғамы мен қалтасына байланысты баға бұдан да жоғары болуы мүмкін. Осымен ой қарағай демалыс кешеніне жасаған саяхатымыз тәмам. Әрмен қарай біз шаңғы тебуді бірге инструктормен үйренетін боламыз. Сонымен бірге маусым қызып тұрған кезде, адам көп болатын кезде қалай дайындалу керек, нені білу керек, құбылмалы ауа райына қалай дайындалу керек деген секілді маңызды және қызық лайфхактар айтамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мен сенің таныңның сынып жетекші секілді, бәрін бірдей жақсы көрем әр жеріңді бетіңді, қара кесек еттіңді, сыптайым әдемілі білмесімді шеттілді. Қазір теңіз деңгейінен 1600 метр биіктікте тұрмыз. Ауа өте таза, пейзаж керемет. Егер Алматының у-шуынан, кептелісінен, күйбең тіршілігінен қашып кеткіңіз келсе, онда қаланың шетінде бір жер бар, бұл Ақбұлақ спорт сауықтыру кешені. Біз Алматының тау шаңғы кластері туралы хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Бүгін біз Ақбұлақтың шаңғы және сноуборд сүйетін туристерге жасаған жағдайы, трассалары, апрески бағдарламалары туралы толығырақ айтамыз. Сонымен қатар бүгін сіздерге арналған біздің интерактивіміз бар, яғни біз сіздерге шаңғы тебуді үйрететін қысқа ғана лайфхак курсын жазамыз. Бізді соңына дейін көріңіздер. Бүгін бізге Ақбұлақтағы трассалар, курорттың техникалық мүмкіндігі және географиялық жағдай туралы осы Ақбұлақ курортының даму бойынша менеджері Сергей Юшко мырза айтып береді. Сергей Николаевич, добрый день. Добрый день. Сергей Николаевич, вы спроектировали данный проект, да? Расскажите, в чем особенность, географическое расположение, как вы выбирали местность, да? Вот, про географическую и техническую сторону курорта. Ну, в свое время я работал на Чембулаке, и к нам обратились одна крупная организация по проектированию курорта следующего, допустим, еще дополнительного места недалеко от города Алматы. Было предложено вот это место, Салатское ущелье, в 15 километрах чуть выше города Талгар и в 40 километрах от города Алматы. Курорт был изначально спроектирован с целью именно сохранение вот этой всей окружающей природы. Мы использовали старые дороги, которые были здесь от лесничества. Здесь раньше были посадки леснические, то есть мы какие-то где-то почистили, провели санитарную обработку. Дороги мы восстановили, реанимировали. И вот этот весь курорт, он построен на существующем месте, по существующему положению. То есть мы минимально убирали лесонасаждение. Основная цель была, чтобы человек, приехавший на горнолыжный курорт Акбулак, затратил время и он посетил именно природное место, а не там дополнительно какой-то там соседний микрорайон. Но еще одна была вот у нас цель, чтобы те люди, которые живут рядом с Алматой, это Талгар, Исык и дополнительно вот поселки, они имели возможность тоже прийти на лыжах, покататься на лыжах, на сноубордах, на санках. И не ехать, заезжая в город, да? Не заезжая в город. И мы получили это. То есть у нас основная масса, большинство людей именно вот с этих районов. Потому что я смотрю, как они одеты, как они катаются, как они относятся. То есть мы пришли к тому, что мы заняли именно вот этот регион, восточный регион от города Алматы. Говорят, что Ақбұлақ очень удобен для тех, кто только начинает вставать на лыжи, на сноуборд, да? Вот расскажите про склоны. Чем они легки для начинающих лыжников? В процессе работы на Чембулаке, имея большой опыт, там 18-летний, я 18 лет там работал, и мы этот опыт перенесли сюда. То есть мы использовали вот это положение. Если вы посмотрите, что курорт очень логически построен, то есть небольшие уклоны для начинающих, потом покруче для тех, кто уже хорошо встал на лыжи уверенно, и черная трасса для тех, кто уже хорошо катается, именно для людей, для райдеров, которые хотят почувствовать себя в скорость в зимней стихии, в неуложенных трассах. Но это все находится в зоне контроля
Акбулака. То есть мы дали возможность всем людям почувствовать. Логически как? Вы тут начали кататься. Вот горнолыжная школа, она сейчас освещена. Это лучшая горнолыжная школа, я скажу, в Казахстане. Она освещена, озвучена. У нее персональный подъемник. Там занимаются только новички. Потом вот эта вот парнокресельная дорога номер 3, она как раз как бы является логическим дополнением этой горнолыжной школы. Гондольная дорога является уже как бы следующим шагом к освоению хорошего катания. И черные трассы на перевал туда, там черные трассы, там не укатаны. Там, это для тех людей, которые достигли хорошего уровня катания и хорошо хотят себе, в общем, попробовать именно себя вот в этой природе. Плюс у нас есть сейчас, запустили автобус где-то 3 или 4 года, автобус ходит из центра города, 224, прямо сюда доставка на курорт, то есть доступность максимальная. Курорт учтен по всем требованиям горнолыжных стандартов, то есть прокат, медицина, горнолыжная школа. Даже вот у нас есть трасса для катания на баллонах, это, как так сказать, это моя особая гордость, потому что мы ее построили в лоне реки. Кроме лыжных, горнолыжных спортов, какие другие активити предлагает курорт для своих Значит, посетителей? здесь у нас, ну, то, что касается гостиницы, там бассейн, караоке, там вот эти вот, то, что внутригостиничные мероприятия. У нас есть вот здания для легкоатлетических проведений, для атлетических манежей, спортивные площадки для проведения спортивных мероприятий. В летний период у нас курорт тоже работает, люди приезжают отдыхать, канатные дороги работают. У нас тут разработаны специальные туристические маршруты для походов по горам в ближайшей зоне, плюс для пешего туризма, плюс у нас как бы пешеоздоровительный туризм, то есть предложено несколько маршрутов для любого уровня подготовки, для тех, кто начинает, для тех, кто посильнее, и для тех сильных туристов, которые могут уже в горы подняться, посмотреть. Вот этот курорт, вот, значит, когда мы его строили, мы учли возможность изготовления искусственного снега. У нас самая лучшая в постсоветском пространстве система оснежения. То есть у нас строила грамотная организация, Казводоканал очень хорошо нам построили. Вот. Потом у нас существуют вот лавинные опасные участки. У нас там система ГЗЭКС единственная в Казахстане, в которой мы производим превентивные взрывы совместно с ЧС. С ЧСниками они приезжают, мы согласовываем этот взрыв, они приезжают, фиксируют, потом все это доносят, и мы тем самым делаем склоны безопасными для катания. В процессе из-за того, что у нас немного северная экспозиция, то у нас солнца не совсем много на горнолыжном склоне, поэтому очень длительное залежание снега. То есть у нас снег не леденится, то есть не превращается в лед, который ведет как бы к сложностям катания. Плюс к тому, что у нас небольшие уклоны, позволяющие лыжникам именно кататься, а не тормозить постоянно. То есть склон практически становится безопасным. Да. Для детишек какие активити есть? Для детишек у нас есть небольшие площадки для катания, именно для тех маленьких детишек, которые только-только встают на лыжи, на саночки катаются. Там есть свой подъемник, травелатор, есть горнолыжная школа, есть вот баллонная трасса для катания, есть детский сад в этом самом в горнолыжной школе и места, где можно там с детишек просто оставить, с ними порезвиться или просто ребенка отдать горнолыжному инструктору, он совершенно спокойно на солнечном склоне с ним позанимается, поставит человека на лыжах, тот ребенок скажет раз, и мама и папа попадут на деньги. Сергей Николаевич, как ценителю природы, я хочу обратить ваше внимание на этот смог, да, который стоит над городом Алматы. Прям печально смотреть. Вот как можно сохранить нашу природу, чтобы не было вот этого такого это вот, загрязнений? скажем, по большому сказать, это бич нашего времени, потому что многие в Талгаре начинают топить, потому здесь ближе, скажем, ближе к марту здесь такая вот черная полоса образуется, именно вот эта гарь сюда поднимается, но на территорию курорта она не поднимается, но очень заметно, что вот эта вот как бы урбанистика, она свое все-таки показывает, хотя здесь, в общем-то, много еловых насаждений, там яблоневые сады, селекция, тут такое шикарное место, и получается, что вот это вот место, оно борется, поставляет чистый воздух, да, а оттуда нас поджимает экология. Кто из первых лиц у вас бывал здесь, в Акбулаке? Из первых лиц тут, значит, проводился саммит 7 президентов СНГ. Нурсултан Абишев здесь постоянно приезжал кататься на лыжах, ему здесь очень нравилось. И, в общем-то, Лукашенко здесь просто в восторге был от этого места. Вот говорят, что вы были личным инструктором Нурсултана Назарбаева. Да, расскажите, как он катался, что любил, какую скорость он любил? Нурсултан Абишев, он, в общем-то, такой, я вам скажу,
очень грамотный, очень и азартный, потому что мы когда с ним начинали кататься, потом начали кататься, вот чувствуешь, с ним катаешься, и вот видно, что человек именно вовлечен, получает удовольствие от этого катания. И то, что как бы у него глаза горят, он сам это все нам поддерживал, нам очень сильно помогал. Еще работая на Чембулаке, я там с ним начал кататься, потом мы здесь с ним катались. Ему здесь трасса очень понравилась. Он, в общем-то, любил сюда приезжать, потому что именно ты отдыхаешь, катаешься, получаешь удовольствие. Дмитрий Анатольевич Медведев здесь катался. Но Владимир Владимирович, я с ним катался на Чембулаке. Вот сюда он еще пока не доехал. Ну, может быть, доедет. Да. Ну, у нас же есть вот по традиции, да, когда приезжают первые лица, у нас все закрывают. У вас тоже закрывают, да, курорт? Нет, вы знаете, вот я вам скажу, что вот в этом плане мне очень нравился Национальный Биш, потому что если вот мы когда подъезжали к канатной дороге, понятно, что там стоит какая-то очередь, какие-то люди стоят. Если там стоит немного человек, ну 5, 6, 8, 10, он никогда не заходил через специальную калитку для него. Он всегда вставал с людьми, проходил с ними, поговорил, там все его очень положительно встречали, там приветствовали. Но если, конечно, много народу, то там, соответственно, делается, там, в общем-то, работает охрана. Но люди его очень позитивно приняли. Сейчас у нас единственная проблема, конечно, вот как какие-то негодяи перевели время, и мы буквально потеряли не мы потеряли время 2 часа, а наши жители города всего потеряют 2 часа времени в катании. Темнеет, мы вынуждены закрывать где-то на 1,5-2 часа склон, чтобы люди, потому что существует безопасность, когда нельзя кататься по темноте. Сіздерге бір қызық факт айта кеткім келіп тұр. Бүгін 23 желтоқсан біз түсірілім жүргізіп жатқан күні әлемде сноуборд күні деп аталады екен, яғни сноуборд тебетіндердің бүгін кәсіби мерекесі деуге болады. Бұл мереке 2006 жылы Еуропада қабылданған, содан бері әлемдік сноубордистер өздерінің осындай кәсіби мерекесі ретінде 23 желтоқсанда атап өтеді екен. Сіздерге қызық дерек болсын. Ақбұлақ жайлы бір-екі ауыз сөзім өте керемет. Қонақ болып келгеннен кейін жақсы болып жатыр, жақсы өтіп жатыр. Бірінші рет сағынап тұрмыз енді. Құлаған жоқсыз ба? Мен бір-екі рет құладым енді, ашық айтайын. Бүгін сол бірінші рет Ақбұлаққа келіп көрдік, бәрі ұнады. Трассасы бәрі жақсы, инструкторлар өте тамаша. 1 сағаттың ішінде уже нормальный казино үйрендік. Бүгін сол бірінші рет казино отырмын. Сіз немен сырғанайсыз? Шаңғымен әлде? Шаңғымен. Енді таудан алған әсеріңіз қандай? Тамаша, ми тынықсып қалып, бәрі демалдық. Сөз қормаймыз. Бірінші сырғанап тұрсыз, бірінші рет казино. Енді барлық Таушаңға курорты секілді біз өзіміздің Ақбұлаққа экскурсиямызды экипировка жалға беретін жерден бастаймыз. Бағаларды білейік, жағдайды көрейік, кеттік жүріңіздер. Александр, расскажите про цены, да, проката инвентаря. Просто вот у меня есть экипировка. А сколько будет стоить, если человек будет брать еще и экипировку, и плюс инвентарь? Все, вот смотрите. Лыжи, ботинки, палки – это комплект. Он в будние дни стоит 10 тысяч, в выходные 12 тысяч. Шлем, очки, перчатки – это все отдельно. То есть дополнительно вы себе добираете. Полный комплект сколько будет стоить? Полный комплект – будний день 28, выходной день 30 тысяч. Это полностью все с одеждой. Біз шаңғы тебуді үйрететін мастер-классы арнайы шығарылымның соңына қойдық, себебі біз Ақбұлаққа келдік. Ақбұлақ осы шаңғыға жаңадан тұрғысы келетіндерді үйрететін жеңіл және қолайлы трасса саналады. Осы қазір біз 300-де сынақтан өткізіп көреміз. Ал қазір дәл қазір менің қасымда шаңғы бойынша инструктор Азамат Жарасов тұр. Азамат, саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Шаңға тебуді үйренгісі келген адам ең бірінші неден бастау керек? Сол жөнінде бір бізге осындай арнайы шеберлік сабағын өтіп жүрсеңіз. Ең бастысы, шаңғы үйренер алдында өздеріңіздің алдарыңызға мақсат қою керексіздер. Шаңғыда мен осынша көлемде шаңғыны үйренгім келеді. Сосын Ақбұлаққа, болмаса басқа да шаңғы курорттарына келген кезде ең бірінші өзіңіздің деңгейіңізге байланысты шаңғы тебетін орын табу керек. Сол себепті Ақбұлақта ең Алматы облысындағы ең қолайлы шаңғы үйренетін бізде осыған арналған трассамыз бар. Сосын сіздің киіміңіз дұрыс болу керек. Өйткені егер де сіз күнделікті киіп жүрген киіміңізбен келетін болсаңыз, ол су болады да
артынан сіздің ары қарай шаңғы тебуіңізге, шаңғы тепкеннен кейін де үйге барып ауырып қалуыңызға себебін тигізуі мүмкін. Су болмайтын және де жылы киім киіп келу керек міндетті түрде. Прокатқа барсаңыздар, сол прокаттың жұмыскерлері сіздерге шаңғы таңдап береді. Шаңғыны алып, толығымен дайын болғаннан кейін Ақбұлаққа келген кезде, ең басты сабақ басталған кезде разминкадан бастау керек сабақты. Міндетті түрде бірінші қолымыздан бастаймыз, ол бүкіл бұралатын мен артынан қайталай берсеңіз болады. Бұл шығеттеріміздің бәрі міндетті түрде қыздыруымыз қажет. Бел жағымызды да міндетті түрде. Шаңғыда біз көп қолданатын біздің тіземіз болады. Сол себепті аяғымызды бір-біріңізге қосып, тіземізді бұрау керек боламыз. Ең басында біріншіден тоқтап үйрену керек. Тоқтап үйрену үшін біріншіден бізге шаңғышының бойының дұрыс болуы қажет. Ол қалай дұрыс болады? Біз міне аяқтарымызды иығымыздың көлемінде қоямыз. Иығымыздың көлемізде. Қолымыз міндетті түрде алдымызда. Қолымызды былай қарай, ішке қарай тықпаймыз, және де жоғары қарай көтермейміз. Қолымыз алдымызда, сәл ғана бүгілген. Ол не үшін керек? Өйткені ол сізге баланс алу үшін керек болады. Және де сіздің иығыңызды алдыға қарай бүйтіп тартсаңыз, тартып көріңізші иығыңызды алдыға қарай. Сол кезде тізеңізді бүгу керексіз. Міне осы позиция ең дұрыс позиция шаңғышыларға. Осы позицияда егерде болсаңыз, сіздің өкшеңіздегі бүкіл сіз өкшеңізде тұрмайсыз. Сіз міне аяғыңыздың автомат түрде алдына қарай бүкіл салмағыңызды бересіз. Сол себепті сіздің өкшеңіз бос болады. Өкшемен қимылдаған кезде бәрі оңай болады. Енді қазір бірінші тоқтау үшін біздер аяғымызды, өкше жағымызды шаңғының арт жағын ұлғайтып, алды жағын қосамыз. Ол бізде мынандай үшбұрыш жасауға алып келеді. Үшбұрыш жасаған кезде бұл база осыдан басталады. Ең басында бірінші біздер бағананда үшбұрыш жасап, шаңғымызды тоқтатып үйрену керекпіз. Тоқтатып үйренгеннен кейін, тоқтатуды уже ойланбастан кідіріссіз жасай бастаған кезде уже бұрылыстарға өте бастаймыз. Сол себепті қазір біз сізбен бірінші таудың басына барып, үшбұрыш жасап, тоқтатып үйренейік шаңғыны. Тоқтаймыз ақырындап, салмақты көшіреміз оң аяғымызға. Қолымыз алдымызда, қолымыз былай тұрмайды. Қолымыз алдымызда, себепті бізге алдыға қарай баланс керек. Біздер үйрендік толығымен тоқтатып. Енді біздерге бұрылып үйрену керек. Бұрылу үшін біздер сыртқы аяғымызға салмағымызды саламыз да, тіземізді ішке қаратамыз. Сыртқы аяғыңыз, сіздің сол аяғыңыз. Жүріңіз маған қарай түзу. Енді қолымыз алдымызда үнемі. Енді оң аяғыңызды басыңыз. Тізені ішке қаратамыз. Все, зажимаем левую ногу и тем самым заходим в поворот. Шаңғышылар әлеміне келуіңізбен құттықтаймын. Бүгін бірінші сабағыңыз өтті жақсы. Тек қана қателеріңіз бағанағы корпустың артта қалуы, оны түзеу керек. Оны түзеу үшін міндетті түрде біздер тіземізді қолданамыз да, иығымызды алдыға шығарып, қолмен жұмыс істеп үйрену керек боламыз. Рахмет, Азамат, көп-көп күшті мастер-класс болды. Енді шымшық сойса да қасапшы сойсын дейді ғой бізде халқымызда. Сол себепті өзің барып сырғанаған бір бөлек екен, ал кісі сияқты кәсіпқой шаңғышымен шаңғыштан сабақ алып сырғанаған бір бөлек екен. Сол себепті достар, өздеріңіздің қауіпсіздіктеріңіз үшін инструктормен бірге жаттығуға кеңес береміз. Я катался на многих лыжных курортах и в Европе, и даже в Индии. Я могу сказать, что везде снег разный, и я очень люблю наш алматинский снег, особенно первой половины зимы здесь на Акбулаке. Он быстрый, мягкий. Здесь есть классные трассы наверху и очень приятные трассы для катания с ребенком внизу. Поэтому для начала сезона прекрасное место, чтобы без большого количества людей.
Сонымен тауда сырғанап, эмоцияға тоймай жүргенде түскі астың уақыты болып қалған екен. Біз қазір Алатау мейрамханасындамыз. Бұл жаққа келетін қонақтардың көпшілігі отбасылы кісілер. Олар келіп, асықпай жайбарақат тамақтанады. Ал нағыз кәсіпқой шаңғышылар, олар тауда тез тамақтану орындарынан бір тез сатып алатын бургерлер алып жеп жүре берсе керек. Енді менюға мәзірге келсек, бұл жерде көбіне ұлттық, қазақ ұлттық тағамдары және азиялық дастархан. Себебі келушілердің көпшілігі жаңағы шетелдік туристер бар, осы VIP персоналар көбіне қазақ және азия тағамдарын сұрайды екен. Ал енді біздің дастарханымызға келетін болсақ, бізде комплекс түскі ас, біріншіге сорпа, салат және палау. Бұл түскі асымыздың бағасы 5500 теңге. Яғни осы мейрамханада тамақ ішудің ең төменгі чегі 5500 теңге. Ал ас болсын бізге. Ақбұлақтың қонақ үйіне көбіне қаланың у-шуынан демалғысы келетіндер тоқтайды. Миын тынықтырып, спорт пен демалысты алмастырып, табиғат күшін сезінуді қалайтындар келеді екен. Мұнда бөлмелердің 4 түрі бар. Мысалы, стандарт бөлменің құны жұмыс күндері 35 мың теңге болса, демалыс күндері 50 мың теңгеге жалға беріледі. Отбасылық нөмірлер жұмыс күні 70 мың теңге, ал демалыс күндері 90 мың теңге. Бұл бағаға таңғы ас, спа және бассейн кіреді. Біз қазір Ақбұлақта қалай арзанырақ сырғанауға болады деген сұрақты осы курорттың сату бойынша менеджері Александра Заикинаға қоямыз. Александра, добрый день. Расскажите, пожалуйста, как дешевле можно покататься у вас в Ақбұлақ? Какие есть скидки, может, льготные программы, да, для пенсионеров, для детей? Расскажите об этом подробнее. В будние дни действуют скидки, то есть это вообще полностью бесплатно предоставляется для пенсионеров, инвалидов. А в будние и выходные дни для детей до 6 лет абонементы на катание бесплатно при наличии скипаса. А также у нас сейчас в преддверии Нового года действует скидка 15% на виды дневных абонементов и 4-часовых, и в будние и выходные дни. Также мы запустили акции 2+1. Эта акция действует для 4-часового абонемента. Есть акция 2+1, которая действует в будний день для дневного абонемента с 50% скидкой для 3-го человека. А также при проживании в гостинице в будние дни у нас действует 30% скидка на абонементы дневного абонемента и 4-часового. Также у нас действует скидка на ночные катания для студентов, 50%. Какие виды абонементов у вас существуют и чем у них разница? У нас имеется утренний абонемент, по времени он длится с 9 до 12. Есть 4-часовой, вы можете активировать его в любое время. И есть дневной абонемент. Также делятся у нас взрослые и детские. Детские тарифы от 6 до 14 лет, взрослые начинаются от 15 лет. Цены на абонементов в какую сумму варьируются? От 5000 до 15 тысяч. Но, повторюсь, у нас сейчас действуют скидки 15% на все виды абонементов, кроме утреннего. Вот сегодня вместе с парковкой, вместе с ребенком я катаюсь за полдня за 15 тысяч тенге. День стоит порядка 15 тысяч, но это будний день. Я знаю, что в этом году все горнолыжные курорты подняли стоимость значительно по сравнению с прошлыми годами, и люди возмущены, но это неизбежное такой тренд, потому что лыжи – это дорогой вид спорта на свежем воздухе. И, например, в Америке сейчас нет вообще ни одной горнолыжной трассы с низкой стоимостью. То есть все очень дорого. Тау шаңғы спортында маусымның қызатын кезі бұл желтоқсанның ортасы мен қаңтар айы. Сол себепті осы кезеңде адам ығы-жығы болып, сырғанау кішкене қолайсыз болуы мүмкін. Сол себепті біз сіздерге бірнеше лайфхак айта кеткіміз келіп тұр. Ең алдымен тауға баратын уақытыңызды жоспарлау керек. Яғни адам көп келетін уақыт бұл күндізгі абонемент, күндізгі уақыт. Сол себепті осы уақытқа түсіп қалмауға тырысыңыз. Таңғы немесе кешкі абонементтер кезінде адам кішкене азырақ болады. Екінші лайфхак бұл әрине жылы киіну, себебі таудың ауа райын алдын ала болжау мүмкін емес, тұман түсіп кетуі мүмкін, қар жауып кетуі мүмкін. Сол себепті міндетті түрде алдын ала ауа райын қарап алғандарыңыз дұрыс. Тағы бір лайфхак, билетті алдын ала сатып алу қажет.
онлайн сатып алатын қазір қолданбалар өте көп. Тағы бір өте маңызды лайфхак, енді тауда бұл қоғамдық орын екенін ұмытпайық, сол себепті бір-бірімізді сыйлап, мәдениет сақтап, құлап қалған адамға көмектесіп, бір-бірімізге жәрдемші болып жүрейік. Алматының таулары бұл табиғаттың бізге берген үлкен сыйы, інжу маржаны деуге болады. Сол себепті осы құндылықты бағалайық, қадірлейік, аялайық, таза ұстайық деген әдемі нотада осындай керемет месседжбен бүгінгі шығарылымды аяқтаймын. Аман сау болыңыздар.